Құмарбеков Сәкен Қайдашұлы. Марқұм 1965 жылы 20 қазанда Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Жамбыл ауылында дүниеге келген. Қайдаш ата мен Бәтей анамыздың 4 ұл 2 қыздан кейінгі 7-ші бала сүт кенжесі еді. Қазақы салт-дәстүр бойынша ол қара шаңырақ иесі. Иә, ол ата-ана алдындағы парызын абыроймен атқарды. Олай дейтініміз, қартайған әке шешесін күтті. Ел сияқты далаға, қалаға еш қайда бармадым. Жамбыл 8 жылдық мектебін бітірген соң, Зайсан қаласындағы 3 жылдық кәсіптік техникалық училищені тәмамдады. 2 жылдық әскери борышын Ресейдің Омск қаласында танкист болып абыроймен атқарып қайтты. Сәкеннің негізгі алған мамандығы механизатор. Ауылда әке шешесінің жанында болу үшін басқа жұмыс жоқ, тракторист болды. Кендірлік совхозының Жамбыл бөлімшесінде 15 жылдай қажырлы еңбек етті. Ауыр жұмыстан қашпай беделді болды. Қыстың қақаған аязында ертістің боранына қалып шөп шабысты. Жазда шіркей масаға таланып шөп дайындады. Ол ауырлықтың бәріне төзе білді. Төзімділігін, еңбекқорлығын көрсетті. Техниканы да жақсы меңгеріп еді. Бұл да Сәкеннің еңбекқорлық бір қыры еді. Сәкен қайырымды, достыққа адал, бауырмал туысшыл болатын. Оны қайда жүрсе де жанында дос-жарандары тобымен жүретін. Ешкімнің көңілін қалдырғысы келмей тұратын. Ағайын туыстары Сәкенді еркелетіп өтер өткенше кенжеміз деп жақсы көрді. Өзі де Құдайдың өзі өңді қылып жаратқан. Солу сүйкімді жігіт еді ғой. Амал қанша, маңдайына жазған Алланың ғұмыры қысқа болды. Қайтейін қайран Сәкенім. Ол намысшыл еді, спортқа бейім болатын. Ол өздігінен үйреніп, спорттың көп түрін меңгерді. Ол осы саланы қалап алғанда еліне танымал спорт саңлағы болары сөзсіз еді. Өскеменде өткен шаңғы тебудегі облыстық жарыстарда алдына жан салмай, Өскеменнің менмін деген кәсіби спортшыларын артына қалдырып жүрді. Сол кездегі дайырлық жаттықтырушысы болған Самат ағасы Сәкенді үнемі мақтанышпен еске алып отырады. Төбелесті де қазір спорттың бір түрі деп үлкен халықаралық сайыстар өткізуде. Сәкенді білетіндер естерінде шығар. Ол бұл саланың да сөзсіз шебері екенін мойындар. 1990 жылы қараша айында Әлия Жұмағали қызымен отбасын құрып, 32 жыл тату-тәтті ғұмыр кешіп, 2 ұл 1 қыз дүниеге келді. 1991 жылғы Дастан газ құбырын тарту маманы, 1992 жылғы Сұңқары мердігер. Келініміз Айтолқын да осы салада. Азиза Дина атты Сәкеннің өзі көріп кеткен 2 немересі өсіп келеді. Сәкеннің өзінің ең сүйікті кенжесі жалғыз қызы Нұрайы студент. Болашақ халықаралық қатынастар саласының көп тілді меңгерген мықты маманы болмақ. Алла барлығына амандық берсін. 2004 жылы Сәкен отбасымен Алматыға көшіп келіп, балаларын оқытып, Әлия екеуі тамаша үйін салып, ел қатарлы өмір сүріп жатыр еді. 2022 жылдың 3 қыркүйегінде 57-ге қараған шағында сұм ажал ортамыздан алып кетті. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, иманың жолдас болсын, қайран бауырым. Соңымызға ерген ініміз, қимас дос, аяулы жар, асыл әке. Қош бол.